Қайырлы күн достар. Сіздермен бірге Айгерім. Бүгін мен сіздерге қысқа салаттардың бірі, тәбетті ашатын салаттардың бірі аджика салатының рецептін ұсынамын. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен қажетті көкөністеріміздің барлығын жуып, тазалап аламыз. Содан кейін қызанағымызды, яғни помидорымызды керекті емес жерлерін алып тастап, бірнеше бөліктерге бөліп, ет тартқыштан, яғни мясорубкадан немесе блендер арқылы ұсақтаймыз. Осылай рецептте көрсетілген помидордың барлық мөлшерін ұсақтап блендермен езіп аламыз. Одан кейін тәтті бұрышымызды тазалап, бірнеше бөліктерге бөліп, тағы да блендермен езіп аламыз. Осылай рецепт бойынша тәтті бұрышымыздың барлық мөлшерін езіп аламыз блендермен. Блендердан өткізілген барлық помидорымыз бен тәтті бұрышымызды үлкен кастрөлге қойып, 40 минут қайнатамыз. Сарымсағымызды тазалап алғаннан кейін, оны да блендердан өткізіп сақтаймыз. Ащы бұрышымызды ішіндегі дәндерінен тазалап, оны да сақтап аламыз. Аджика салатына тәтті бұрыш пен ащы бұрыштың түсі қызылына алған өте әдемі болып шығады. Қырық минут помидорымыз бен тәтті бұрышымызды қайнатқаннан кейін ащы бұрышымызды қосамыз. Және сарымсағымызды қосамыз, яғни чесногымызды қосамыз. Одан кейін тұзымызды қосып, тағы да 1 сағат қайнататын боламыз. Сонда жалпы көлемінде 1 сағат 40 минут қайнататын боламыз салатымызды. Міне салатымыз дайын болды. Салатымыздың иісі мұрынды жарады. Яғни бұл қыс кезінде, тұмау, яғни грипп кезінде өте таптырмас салат болып табылады. Яғни микробтарды жоюға көмектеседі. Енді дайын салатымызды стерилденген банкілерге құйып жауып тастаймыз. Бұнда қақпағына уксус тамызамын, 70%. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Осы рецепт ұнайды деген сенімдемін. Міндетті түрде жасап көріңіздер.